Mına bu жерде мен ана қалдықтардың бәрін, тамақтың қалдықтары бар, басқа қалдықтар бар, жұмыртқаның қалдықтары. Соның бәрін мына жерге салып, үстін жаңағы немен жауып, мына жерде аңдар бар өйткені. Шошқа, торай, ненің жаңағы қабандар. Солар келіп бүлдіріп кетпес үшін мыналар үстінен тастаймын әдейі. Мыналарды кейінмен ашамайды. Әйтпесе ана былтыр жасаған жерімде әбден келіп осындай бәрін қопарып сөйтіп кетті. Сондықтан мынандай жауып тастай береді. Мына салған жерден былай қараса ана қабықтан ненің жаңағы картоптың қабығынан андай болып шығып жатыр. Масқара. Мынау қабықтың бәрі картошкадан шығып жатыр. Қабықтарын тастаған ғой. Бұл жерде енді астының бәрі бәрі нелер тастаған. Енді бұның үстіне тағы да тастаймын да қазір. Немен жауып тастаймын. Мына картошкалар енді бола қоймайды, өнім бермейді ғой. Сонда да үшін енді осы жерге мына қалғандардың бәрін ит құстар айтын алып кетіп жатыр. Осылардың бәрін тастай саламын да көмем. Үйдің қалдықтары ғой. Кез келген тамақтың қалдығы, жұмыртқаның, шайдың заваркасы, самасы бәрін тастай беруге болады. Қазір оны тастаймын да үлкен тастай саламын. Сонымен бұл 1-2 жылда шірік болады бұлардың. Мына нелер 1-2 жылда дайын удобрение. Неге тастағанша, мусорға тастағанша бұлар маған пайдасын берсін деп отырмын. Үйдің қалдықтар ғой. Басқа көміп тастай саласың. Капустаның несі. Бұлар енді капустаны. Бұлар да шірейді ғой енді. Бұлар да шіріп кетеді. Тастап. Көміп тастайын. Өзде шіріп жатыр. Қасына қалмайық. Bir-iki жылда мынау астында да жатыр. Бұлар 1-2 жылдың ішінде маған кәдімгідей удобрение болады. Бұлар кальций. Мынау енді бұлар да шірейді бәрі. Кішкене майдалап жүресің. Сосын бұл шірейді. Üstüne ayaktan toprağa geleyim de bir sürüp tostayım. Bu koy. Bu енді маған дайын келесі жылы, болмаса арғы жылы маған дайын удобрение. Осындай жұмыстар жасаймыз. Сіздерде қалай? Осындай жасайсыздар ма? Маған да бір өздеріңіздің советтеріңізді айтыңыздар. Мүмкін бір-бірімізге жақсы нәрселер айтайық. Үйренейік бір-бірімізден. Ал жақсы. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.